Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге чак-чактың жасалу рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді қытырлақ песочный болып шығады. Сиробына дейін қалай жасау керектігін көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза 2 ыдысты аламыз. Оған жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп, осылай ажыратып алатын боламыз. Бұл кезде мен 7 жұмыртқаны қолдандым. Егер жұмыртқа үлкендеу болса, 5 жұмыртқа немесе 6 жұмыртқаны қолдануға болады. Үлкен көлемде чак-чак шығады. Кішкентай жарты шай қасық тұз салдым. Жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде әппақ болып көпіру қажет. Осылай көпіріп шықты. Енді үстіне аздап сары уызын ақырындап салып миксерлейтін боламыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, тек осы сары уыз араласса болғаны. Енді ұнды електен өткізесіздер. Осы кезде ұнның бетіне жарты қасық сода саласыздар. Видеода ұнның бетіне салынғаны көрінбей қалыпты. Бірақ жарты шай қасық сода салғандарыңыз дұрыс. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп аласыздар. 6-7 жұмыртқаны 50 грамнан есептегенде әрбір жұмыртқаға бұл жерде 550-600 грамдай ұн кетеді. Ұнды міндетті түрде електен өткізгендеріңіз дұрыс, сонда қамырларыңыз біркелкі, жұмсақ, әдемі қамыр болып шығады. Бірден ұнды көп салып, қамырды қатты етіп қоймаңыздар. Қамыр кішкене жұмсақта болу керек, және де қолға жабысатын қамыр болады. Өйткені тек қана жұмыртқа, сода, тұз болғандықтан қамыр қолға жабысатын болады. Салафан пакетімізге салып, 10 минутқа тындырып аламыз. 10 минут өткеннен кейін үстелге ұн себеміз. Қамырды басып жіберетін боламыз. Бетін жауып, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Енді үстелімізге ұн себеміз, қамырды жаятын боламыз. Бұл жерде үлкендеу күлше болады. Бастапқы кезде ұнды көбірек себе беріңіздер, жабысып қалмас үшін. Видеодағыдай жұдырықтарыңызбен оқтаудың көмегімен 4 жағынан басып, содан соң ортағы жағын басып, қамырды біркелкі дөп дөңгелек етіп жайып аламыз. Қамырды жұқа етпейміз, қалың да етіп қоймаймыз. Орташа көлемдегі әдемі қамыр жайылып шығу керек. Екі жағын баса отырып, ұн сеуіп жайып аласыздар. Қамырды жайып болдым. Арасына енді сұйық май жағамыз. Барлық бөлігіне жақпаймыз сұйық майды, тек дәл ортасына көз мөлшерімен есептеп, жарты бөлігіне ғана жағасыздар. Қазір сіздерге кесу әдісін көрсететін боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бір-біріне беттестіресіздер. Қамыр бір-біріне жабысып қалмайды, өйткені арасында сұйық май бар. Енді осыны кесетін боламыз. Кесу әдісі. Осылай алақаныңызды 4 саусағыңызды бірдей форма жасап аласыздар да, ұзынан бойы кесіп шығасыздар. Енді ұзынан кескен бойы бір саусақтың көлеміндей соломка сияқты кесіп шығасыздар. Кескеннен кейін екі қамыр бірігіп тұр, бірақ арасында майы бар. Майы болғандықтан майға салған кезде жабыспайды. Барлығын осылай тізіп аласыздар, бір-біріне жабыспау керек. Жабысса, піскен кезде формасы дұрыс болмай қалады. Енді майды қыздырамыз, табамызға бауырсақ пісіргенде етіп майды құясыздар. Содан соң қатты қыздырасыздар. Қыздырғаннан кейін бірден 5-6-10, 7-8-ін саласыздар. Енді табаңыздың көлеміне байланысты. Сала салып бірден осылай жақсылап тұрып араластырып жіберіңіздер. Екі жағын араластыра отырып, сарғайтып, әдемілеп қуырып аласыздар. Қатты қып-қызыл болып кетпесін, сарғайтып алсаңыздар, чак-чактарыңыз әдемі болып көрінеді. Осы рецептпен істесеңіз, чак-чактарыңыз әдемі, қытырлақ, песочный болады. Арасында бұрылмай қалатындар да болады, ол ештеңе етпейді. Қазір чак-чактың ортаңғы бөлігіне салып жіберетін боламыз. Ыдыстың көмегімен араластырып жіберіңіздер, бұрылып әдемі болып шығады. Жаңа айтып өткенде арасына бұрылмай қалатындар да болады, ол ештеңе емес.
Міне көріп тұрғандарыңыздай үлкен форма болып шықты. Осыны әдемі бұрылғандарды бетіне қоямыз. Бөлек алып алыңыздар. Ал мына бөлігін ортасына салатын боламыз. Келесі кезекте сироп дайындайтын боламыз. Табамызға 500 грамм қант салдым, және де 150 грамм су құйдым. Жақсылап қайнағанша қайнатамыз. Газдың астын қатты қоясыздар. Және де осылай қайнағаннан кейін 5 минут өте сала лимонның согын қоссаңыз болады. Немесе таза лимонның шырынын қоссаңыздар да болады. Мен таза лимонның шырынынан 1 шай қасық қостым. Оны тағы да араластырамыз. Сосын үстінен бал қосамыз. Бұл жерде 150 грамм бал. Осыны жақсылап араластырамыз. Өте тәтті болады, өйткені құм шекер және бал болғандықтан. Біраз осылай 15 минут қайнатамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сироптың дайын болғанын осылай көруге болады. Суға тамызып көргенде сироп осылай қату керек. Қатқаннан кейін сироп дайын деген сөз. Газдың астын өшіреміз. Аздаған бөлігін осылай бөлек ыдысқа салып тез-тез араластырып жібересіздер. Енді араластырған чак-чакты ыдысқа саласыздар. Содан соң қолдың көмегімен кішкене қолды сулап жібересіздер. Қолдарыңыз жабыспайды. Келесі кезекте бетіне әрлейтін өрілгендерді бөлек ыдысқа алып қал дедім. Алып қалған бөліктерін барлығын тізіп әдемілеп шығасыздар. Барлығын тізіп әдемі қылып жасап алдым. Енді қолдың көмегімен аздап сулап, ақырындап басып шығасыздар. Сироптың аздаған бөлігі қалса, осылай бетіне әсемдеп шықсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі ұнайды деген ойдамын. Өте керемет болып шығады. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.